Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біз каналға қош келдіңіз. Дүкендегі өрттен 39 адам мерт болды. Қытайдың Синьюй қаласындағы көше дүкенінде өрт шықты. Өрттен 39 адам қаза тауып, тағы 9 адам жараланды. Бұл туралы бүгін нүкте тілшісі Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды. Төтенше жағдайларды жою және өртке қарсы күрес басқармасының жергілікті штабының хабарлауынша, өрт Синьюй қаласының Ишуй ауданындағы Тянгуннан даңғылындағы көше дүкенінің бірінші жерасты қабатында болған. Құтқару операциясы сағат 20:50-де аяқталды. Дүкенде қалған барлық адамдар құтқарылды. Зардап шеккендердің арасында 8 адамның жағдайы тұрақты, 1 адамның жағдайы ауыр. Қытай Халық Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің жоғары лауазымды қызметкері құтқару жұмыстары мен өрт салдарын жою жұмыстарын бақылау үшін дереу Синьюй қаласына жетті. Қазір оқиғаның себебін анықтау жұмыстары жүргізілуде. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басқа тілеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатулла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін.